күні 3 жолаушы ұзақ жолға шығады. Күн ыстық, жол алыс еді. Олар қатты шаршап, демалатын жер іздейді. Шаршардым, салтыны қып, алса қайтер. Ана жерде бір бұлақ көрінеді. Су ішіп демалайық. Жөнде, азасы жанға шипа ғой. Жолаушылар бұлақтың басына келіп, салқын суынан ішеді. Олар тасқа жазылған сөзді байқайды. Судың мөлдірін-ай, салқыннан. Ей жолаушы болсаң осы бұлақтай бол. Бұлақтай бол дегені қалай? Әркім өз ойымызды айтып көрейік. Меніңше бұлақтың ең басты қасиеті тазалық. Ал мен бұлақтың тоқтаусыз ағып жатқанына назар аудардым. Адам да еңбектеніп үнемі әрекет етуі керек. Бұлақ арнасын пайдасын тигізеді. Адам да өзгелерге жақсылық жасап, елге қызмет ету керек. Бұлақ бізге көп нәрсе үйретеді. Таза болу, еңбектену және өзгеге пайда келтіру. Бұлақтай болайық. Осылайша 3 жолаушы бұлақтың қасиеттерінен үлкен ғибрат алады.